Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Пелтон турбинасы деп те аталатын шөмішті турбиналар су арнының биіктігі үлкен және оның шығыны төмен болған жағдайда энергия алуға жарайды. Шөмішті турбинаның жұмыс жасау қағидасы қарапайым. Су ағыны жоғары жылдамдықта шүмек арқылы беріледі. Ағын жұмыс дөңгелегінің қалақтарын соққан кезде ол турбинаны айналуға мәжбүрлейтін қозғайтын күш туындатады. Яғни шөмішті турбина су ағынының кинетикалық энергиясын айналу энергиясына түрлендіреді. Айналып жатқан білік электр қуатын өндіретін генераторды әрекетке келтіреді. Бірақ өндірілетін қуаттың қажетті көрсеткіштері уақыт өте келе өзгеруі мүмкін. Басқарушы механизм тебендердің күйін осы талаптарға сәйкес бақылайды. Электр қуатына деген қажеттілік төмендеген жағдайда тебен шүмектің шығу қимасын азайту немесе толық жабатындай етіп орын ауыстырады. Ал егер электр қуатына деген қажеттілік артатын болса, тебен ағысы бұл судың берілуін арттыруға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде турбинаны электрмен қамтамасыз ету желігіне сәйкес белгіленген тұрақты жылдамдықпен айналуын қамтамасыз етеді. Осылайша шүмектен су берілуінің өзгеруі шөмішті турбинаның жұмыс дөңгелегінің басқарушы механизмі ретінде әрекет етеді. Қалақтардың төменгі бөлігінде өту тесігі қарастырылған. Ол су ағына жақындап келе жатқан қалақтардың қимылына кедергі жасамау үшін жасалған. Дөңгелектегі қалақтар саны шөмішті турбина құрылымының ең маңызды өлшемдерінің бірі болып табылады. Қалақтар санының жеткіліксіз болуы су ағынының ішінара шығынына алып келеді. Бұл дегеніміз, бір қалақ су ағынынан кеткен кезде келесі қалақ су ағынының астына жетіп үлгермеуі мүмкін. Қалақтар саны жеткіліксіз болған жағдайда айналудың белгілі бір кезеңдерінде су ағынының жұмыс дөңгелегіне әсері нөлдік болады. Бұл шөмішті турбина бәкінің айтарлықтай төмендеуіне алып келеді. Сондықтан турбинаның шығынсыз жұмысын қамтамасыз ету үшін қалақтар саны жеткілікті болуы керек. Шөмішті турбинаның жұмыс дөңгелегінің ең маңызды құраушысы болып оның қалағы табылады. Қалақтар тозғаннан бұзылып қалмау үшін металдың тұтас кесегінен құйылады. Су ағыны қалақтың ортасында орналасқан пышақпен екі бірдей бөлікке бөледі. Қалақтың арнайы пішіні ағынды 180 градусқа дейін дерлік бұрады. Бұл қалаққа әсер ететін импульстік күш тудырады. Осылайша алынған күшті Ньютонның екінші заңының көмегімен оңай есептеуге болады. 180 градусқа жуық қалақтың шығу бұрышы әдетте барынша көп импульстік күшке қол жеткізу үшін пайдаланылады. Сұйықтықтың абсолюттік жылдамдығы қалақ кірісінен шығысына дейінгі бөлікте қатты түседі. Сонымен бірге қысым бұрынғыдай қалады. Осылайша шөмішті турбина механикалық энергияны эндальпияның өзгеруіне байланысты емес, тек қана ағынның кинетикалық энергиясының түрленуінің есебінен алады. Бұл дегеніміз, шөмішті турбина белсенді турбиналардың бір түрі болып табылатынын білдіреді. Шөмішті турбинаның құрылымы әрқашан су ағынынан барынша мол қуат алуға, яғни максималды тиімділікке қол жеткізуге бағытталған. Импульсі күшпен қалақтарының айналу жылдамдығының мәні максималды мәнге ие болған жағдайда қуат алу максималды болады. Шөмішті турбинаның жұмыс дөңгелегінің қалақтары қозғалмаса, тіпті зор күші бар импульс болса да, қуат алу нөлге тең болады. Егер қалақтар ағының жылдамдығына тең жылдамдықпен қозғалса, онда судың ағыны қалақтарға әсер ете алмайды да, импульсті күш нөлге тең болады. Тиісінше қуат алу да нөлге тең болады. Қорытып айтатын болсақ, қалақтардың нөлдік жылдамдығында да, қалақтар мен су ағынының бірдей жылдамдығында да қуат алу нөлге тең. Сондықтан оңтайлы қуат алу шамамен осы екі күйдің ортасында алынады. Турбомашиналарға арналған Эйлер теңдеуінің көмегімен қалақ жылдамдығы ағын жылдамдығының жартысына тең болған кезде максималды қуат алынатынын көрсетуге болады.
Сондықтан шөмішті турбинаның жұмыс дөңгелегін осы тәртіпте пайдаланған жөн. Оңтайлы жұмыс шарттарында шөмішті турбинаның пәкі 90%-ға жетуі мүмкін. Шөмішті турбинаның жұмысы туралы жақсы түсінік алды деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет.